Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай әдемі, жұмсақ, бір ғана жұмыртқадан тұратын, ешқандай миксерді қажет етпейтін кекстің рецептісімен бөліскім келеді. Арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып кетулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен бір жұмыртқа және де 150 грамм қант екеуін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Төрт ас қасық сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Достар, каналға жазылмаған болсаңыздар міндетті түрде жазылып тіркеліп кетіңіздер. 200 мг сүтімізді құйып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Достар, ұнымызға міндетті түрде ең алдымен разрыхлительді салып араластырып алып, сосын оны дайындап жатқан рецептімізге құйып араластырамыз. Кексіміз дайын болып қалды, достар. Мен арасына осылай изюмді турап салып жатырмын. Сіздер де қоссаңыздар болады, немесе орех салсаңыздар болады, өз қалауларыңызға байланысты. Салып жақсылап араластырып, достар, менде кекстің формочкасы болмағандықтан мен сіздерге бір лайфхак көрсетемін қазір. Міне осылай ортасына стаканын құйып жатырмын. Осылай құйып 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Ас болсын, достар.